Сәлем достар, бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен қатпарлы самсаны істеуге ерініп тұрған кезде, немесе қонақтарыңыз келіп қалған кезде тез дайын болатын өте дәмді жұп-жұмсақ самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып арнаға жазылып, лайк және комментария басып жазып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ұнымыздың үстіне сармайымызды салып, осылай крошка жасап аламыз да, оның үстіне 3 жұмыртқамызды, мен бұл жерде айран қостым. Айран қоссаңыздар да, немесе айранымызды қаймақпен ауыстырсаңыздар да болады. Бір шай қасықпен толтырып тұз салып жібереміз де, барлығын біріктіріп қамыр илеп аламыз. Баста бірікпейтін қамыр сияқты болып тұрады, содан соң осындай кішкене қаттылау қамыр шығады. Жақсылап иін қандырып илеуіміз қажет болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыпқа ендігі кезекте пакетке кез келген салапанымызға салып 15-20 минутқа тынтуға қоямыз. Оған дейін фаршын дайындаймыз. Фаршта менде пияз, картоп және де фарш, өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Менде қарабұрыш және де тұз. Ендігі кезекте дайын болған қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Кез келген үлкендікте бөлсеңіздер болады. Мен 30-35 грамм шамасында бөлдім. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Достар, қазақша каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып, қолдау көрсетіп отырсаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Менде алда көптеген пайдалы рецепттер болады. Қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше дайын бөліп алған қамырларымызды осылай дөңгелекше етіп жасап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Міне біз барлығын жасап болдық. Енді кезекте оқтаудың көмегімен дөңгелекше етіп жайып аламыз. Мен екі түрлі түрде түйдім. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз, кез келген өздеріңізге ұнайтын тіпті самсал сияқты 3-бұрыш қылып түйсеңіздер де болады. Қамырымызды қатты жұқа немесе кішкене қалыңдау қылып жайып қоймаңыздар. Видеода көрсетілгендей шамалап жайыңыздар. Қалың болып қалса, ол піскеннен соң одан да қалың болып кетуі мүмкін. Енді кезекте дайын піскен самсаларымызды пісіріп аламыз. 200 градуста қызарып піскенше ұстайтын боламыз. Қорықпай пісірсеңіздер болады. Іші толықтай піседі. Бетіне жұмыртқа жағып шығамыз, және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер де болады. Мен ешнәрсе сепкен жоқпын, дәл осылай пісірдім. Міне менде шамамен 15-20 минут шамасында пісіп шықты. Іші толықтай піскен, керемет дәмді болып шығады. Ал достар, арнама жазылып, қолдау көрсетіп, лайк басып, комментария бөліміне пікірлеріңізді жазыңыздар. Кездескенше.